Құрметті тыңдарман, сіз қазақ жазушыларының туындыларынан құралған жинақты аштыңыз. Қызықты әңгімелер әлеміне қош келдіңіз. Құзғынның өлімі. Таң сібірлеп атып келеді. Шығыс көкжиек құлан ектеніп, күн мен түн өзара тартысқа түскендей, дүние көгілдір мұнарға оранып сәл тұрды да, көп ұзамай жарық сәуле үстемдік ала бастады. Таң шапағы жота жондар мен жалама жартас беттерін арайға бөліп, түн қараңғылығы теріскейдегі орман алқабына терең құз шатқалдарға қарай шегініп бара жатты. Бүгін күн ашық болатын түрі бар. Сай-сайдан үлпілдей көтерілген ақ үрпек тұман тез қанаттанып, бір-біріне тұтаса жылжып, тау мойнына орылған ақ шарбы бұлттар легіне біртіндеп қосылып жатыр. Бұл Жоңғар Алатауының Тоқта тауына тірелетін терістік сілемдерінің бірі еді. Төмендегі өз етін өзі жұлып жеп, ақ көбігін аспанға атқан тентек өзені буырқанады. Аңғардың сол жақ қапталындағы ұялы жартастардың бірінде қонақтап отырған кәрі құзғын, секі тастың жиегіне таман жақындап, ұшуға қам жасағандай, шалғысы қысқа доғал қанаттарын қомдап қойды. Бір кездегі көмірдей жылтыраған қанат құйрығы бозаң тартып, мойын жүні буырылдана бастапты. Ол тырнағы тұқыл, әлжуаз аяқтарын барбаң басып, төмендегі аса өзен ағысына үрейлене қарап, сәл отырды да, жатын мезгіл жетті деді, өзіне өзі дем бергендей. Кеше күні бойы жаңбыр жауып, төңіректі тұман тұмшылап алғандықтан ұяда ұзақ отырып қалған. Жер бедері күңгірт тартып, жем қарасы көрінбесе, аспанға көтерілгенде не бітіресің? Босап қалған жемсауы құрғырда шыдатпай мазалай бастап еді. Әсілі, тұмсықты мен тырнақты да құзғыннан бұрын қозғалатын құш жоқ. Әлгі қазақтар айта беретін, құзғын сәріңіз осы. Құстың бәрі қыран емес. Қалаған уақытта ұшып, көңілі ауған жемнің барған бойда басталатын. Құзғындарға ерте қамданбаса болмайды. Осы ойға берік бекінген ол алды-артына асықпай барлап алып, қарсы қапталға қарай ұша жөнелді. Қос қанатын сабаудай қағып, аршындай сілтеп барды да, келесі сәтте қылықтай өрлеп, жылдам шарықтап кетті. Сол беті бірнеше айналым жасап, белгілі биікке шығып алған соң, түстікке қарай бет түзеді. Сол жақ қанатта ақбас шыңдары күнге шағылған Жоңғар Алатауы, оң қанатта үлкенді кішілі елді мекендер. Соңғы 7-8 жылда бұл жаққа соқпай кеткені болмаса, бәрі де бұрын сан рет шарлап, ризығын татқан таныс өлкелер. Бұл өзі түстікте Ергентау мен Алатаудың арасын, терістікте Барқытбел мен Барлықты емін еркін жайлаған жасамыз кәрі құзғын еді. Кәрі болғанда мұның жасын дәл санаған ешкім жоқ. Тек бір нәрсеге ат қоймай, айдар тақпай жүрмейтін қазақтар құзғын мың жасайды деп есептейді. Заты осы сөзде жан бар. Олай дейтініміз, мына құзғынның әке шешесі сонау Шыңғысхан заманын өз көзімен көргендер. Жер қайысқан қалың әскердің соңына ілесіп, қонып аттанған жерлерінде қан сасып қалатын мол сарқытынан талай дәм татқан кәрілер. Мұның өзінің де көрген білген аз емес. Арғы Шыңғысханды көрмесе де, бергі ойраттардың әйгілі қонтайшыларын талай жорыққа шығарып салған. Сәйгүлік аттарын ойнақтатып, қолдарына қыл шашақты қызыл жала ұстаған қалмақтар Алтай мен Ерентау арасын ұзақ жыл шаңдатты ғой. Шіркін,
Ол да бір тоқшылық заман еді-ау. Сай мен сала, ой мен қыр, мыңғыраған малға, аң мен құсқа сыймай жатушы еді. Жүрек жалығар жемді қайдан табам дейтін емес, көк жүзіне көтерілсең болғаны ризық дегенің шашылып жатады. Сол бір қыл шашақты туыстап, жырық еткен қызғылт шапан киетін айдарлы адамдар әрі қатал, әрі жомарт тұғын. Олар басқа екі аяқтылар секілді өліктерін жерге көмбей, әлде бір киізге орап, далаға апарып тастайтынды. Жыртқыш аңдар мен құзғын құмайлар азықтан тарықпаушы еді. Алмас қылыштары жарқылдап, өмірі ас арқасынан түспейтін сол айдарлы адамдар қайда қазір? Бірін-бірі өлтіріп, қырып жоюға келгенде, екі аяқтылар жыртқыш аңдардан бірде кем түспейді. Әлі есімде, бір жылдары әлгі айдарлы адамдарға күншығыс жақтан зауал келді. Аттылы жаяулы аралас қалың әскер. Қолдарында күн күркіретіп, от бүркетін сұмдық қарулары болды. Сол қарумен әлгілер айдарлы адамдарды бір қыс, бір жаз қырғындады. Сонау жоңғар даласы мен Барқыт бел, барлық өңірін қан сасып, өліксе толып кеткен. Сол жылдары жер бетіндегі Қарақұс атаулы жоңғарияға жиналған шығар-ау. Несін айтасың? Қарақұстардың тойы әлдене шайға созылды. Бұл соны көрген құзғын ғой. Мың жасамаса да бірнеше жүз жылдығыңды артқа тастағанында күмән жоқ. Құзғын бұл жолы шекараның арғы жағындағы Бұратала, барлық тауларында ұшып келе жатқан. Шекараның не екенін өзге құстар ажыратпаса да, көп жасаған кәрі ептеп шамалайды. Әр тұсқа орнатылған ала бағандар, тау жотасын жүлгелей тартылған сым торлар, сол тордың түбіндегі жанама соқпақпен ит жетелеген әлде бір адамдардың ары бері жүретін бұл тұста қатаң күзет барын аңғартады. Жалпы, дүниенің қожасы екі аяқтылар ғой. Солар өздеріне тиесілі жерді сыммен қоршап бөліп алған секілді. Құзғын соңғы жылдарын шекараның шығыс бетінде өткізді. Бұл жаққа келмейін деген жоқ, жете алмай қор болды. Шамасы, осыдан 7-8 жыл бұрын-ау деймін, бұл Ерінтау бөктерін қыстап қалған. Сол жылы көктемде Қарақұс атаулы мұзтаудан асып, түстікке қарай ағылды да жатты. Қарақұс тек ұшпайды. Демек сол жақта жемтік көп деген сөз. Бұл да дүрмекке ілесіп, күнгейге қарай бет алған. Көптің соңына алып ұшып жетсе, өліксе дегенің шынында да мол екен. Әсіресе Лабнор көлінің төңірегінде қырылған бөкен мен қара құйрықтың өлігі бада боп жатыр. Көлге қонған қаз үйректе ұзақ ұша алмай құлай беріпті. Сірә сол өлкеде бір сұмдық апат болған секілді. Әлде жер дүмбіген, не аспаннан пәле жауған. Ауадан бір жағымсыз қаңсық иіс білінеді. Бірақ оған қараған ешкім жоқ. Қарақұстар жер бетін өлекседен тазарту қызметіне қызу кірісіп кеткен. Арада апта өткенде қарақұстардың өзі қылжия бастады. Құстар сонда ғана секем алып, өлекседен бой тартқандай болып еді. Жандыр мен терістікке қарай қайта серпілді. Бірақ кеш қалыпты. Аспанды көрсетпей қаптап кеткен қарақұстардың көбі сол жақта ажал тапты. Аман қалғандары тым аз, 3-дің 1-і ғана. Бұл әйтеуір Құдай жанын сіретіп жаратқан құзғындығымен құтырып кетті. Шошынғаны сонша жолдағы Ерінтауға да аялдамай, сол түстіктегі барлыққа бірақ тартқан. Алыс жолда бейнетті де әбден көрді. Әлденеден әл ауқаты азайып, жол бойы талай жерге аялдап, мына тұрған барлыққа 10 шақты күнде әрең жетті. Екі-үш жылдай барлықтың жылы күнгейін қыстап, ілде байлап, жан сақтады. Арада тағы бір жыл өткенде бұл соңғы рет ұя басқан. Бұрынғыдай бойдалып бара жатқан желікте қызу да жоқ. Қиуадан қосылған ата құзғынның ырқына көніп қалғаны бар.
көктемде әдеттегідей 2-3 шұбар жұмыртқа тапты. Сол жолы бұған ұя басуда оңай болған жоқ. Мамық жүні сүйіліп, төс сүйегі шодырайып, әбден жүдеп кетті. Бірақ керегіне еңбегі еш болды. 2 жұмыртқаның бірі жарылмай бітеу күйінде қалды да, екіншісінен шыққан шалажансар балапан қатарға қосылмады. Сол Лабнор сапарынан бір пәле жабысқаны анық. Содан еш жиғаны биыл ғана. Бұдан кейін ұя баспайтында болар. Мұның бойынан жат бірдеңе сезім екен ата құзғандарда бұрынғыдай өліп өшуін қойыпты. Кәрі құзғын тау жоталарынан тым алыстап кетпей, бөктірлей ұшып келе жатты. Қос қанатын оқта текте бір толғап қойып, аспан төсінде қалықтап сырғиды. Жерден қараған кісіге көгілдір мұз айдынында жалғыз жаттығып жүрген қара киімді спортшыны еске салар еді. Бірақ құс мекені көкте болғанымен бар назары жерде. Шын шүйіліп, тесіле қарғанда құзғынның көз жанары дүрбіден кем еместі. Ағаш басынан топталып ұшқан торғай мен ін аузында жорғалаған тышқанға дейін анық көрінеді. Жер беті қыбырлаған тіршілік. Тырнақты мен тістінің, әлсіз бен күштінің мәңгілік шайқасы. Ұшқан құс, жүгірген аң, бір тамақтың әлегімен жанталасып жүр. Бұдан сал төменде жер бауырлай ұшқан бөктерге жағалтай, күйкентайлар сыпсын қағады. Сонау бір айтақырда әлде бір кірпікшешен қамшының өріміндей қара шұбар жыланның құйрығын тістеп, домаланып қатып қалыпты. Жыланның ұзын бойы қызыл ала қан. Кірпіні сабылаймын деп, діңкесі құрып біткен секілді. Кірпенді сүйікті асынан өлсі айырылама, құйрықтан кеміргеннен басынан бір-ақ шығады. Бұл да тіршілік үшін күрестің бір түрі. Табиғат жан иесін несібесіз жаратпаған ғой. Біреуге тіс, біреуге тырнақ берсе, кірпіге тікенді сауыт сыйлаған. Сонау бір қырқада қос құлағын жымырып алып, көкше қоян зырлап барады. Төрт аяқтың қорқағы әр жерге бір тоқтап, секектеп барды да, шоқ қарағаның арасына кіріп жоқ болды. Қоян неден секім алды екен деп, құзғын қалықтай айналып, сол маңайдағы тағы бір сүзіп шықты. Жерде сөдіге ештеңе байқалмады. Қауып аспаннан төнген секілді. Бәсе, оң жақ қапталда бір үйелмендей қара қалықтап ұшып жүр. Басында бұл да бүркіт пе деп қуанып қалған. Бүркіт болса, Құдайдың жарылқағаны ғой. Ол мұна сәскелік шабыт кезінде бір тоят алмай кетпейді. Жылы жұмсағын қыранның өзі қылғытса, қарағұсқа қалғанында жетіп жатыр. Бірақ үміт ақталмады. Бүркітпе дегені өзінің жамағайын туысы тазқара екен. Сыртынан қопақардай боп көрінгенімен, бұл да өздігінен тірі тышқан ұстай алмайтын әлжуаз сорлы. Құдайым, құзғынды да туыстыққа жарытқан ғой. Тазқарадан басқа ақбас күшіген, құмай дейтінде ағайындары бар. Бәрі де тұяқ қимылдата алмайтындар. Ал әзір асқа тұмсық суға келгенде алдарына жан салмайды. Өздері сұмдық мешкей, өліксе көрсе, өліп кете жаздайды. Құзғынның тағы бір таңғалғаны, биыл бұл өлкенің жота жон, сай саласының шалғыны жапырылмай, сол гүлі жайқалып тұр екен. Мына далада бір өзгерістің болғаны анық. Әйтеуір, басты бірдеңенің орны толмай тұр. Айтпақшы, төрт түлік мал қайда? Ана жылдары осындай жаз айларында жайлауға қарай қора-қора қой шұбырып жатпайтын бет. Үйездеген жылқы, табын сабынымен жүретін мама сиырлар қайда? Сай салада, бұлақ бастау бойларында жұмыртқадай жұтынған аппақ киіз үйлер тұрушы еді. Ол да жоқ. Жайлау құласып, ең қалыпты. Мынау сұмдық қой. Соңғы жылдары бұл өлкеде бір алапат жұт болды ма десе, оның да ізі байқалмайды.
Құзғын бұл жақтағы адамдардың мал өсіруді қажетсіз деп тауып, қыл-құйрықты мен аша тұяқтыны құртып жібергенін білмейтін еді. Таңданып қалды. Жан жануардың азайғаны қай бір жақсылық дейсің. Екі аяқтылар алдымен малды тауысып, соң өздері қырылатыны болушы еді, сонысы тағы қайталанып жүрмейгей. Осыдан 60 жылдай бұрын осы өлкеде сондай бір сұмдық апат болған есінде. Адамдар ауру індеттен емес, аштан қырылған. Қара жолдардың бойында адам өлігі үйіліп қалған. Егер ондай апат қайталанар болса, мына даланы өлекседен тазарту да оңай болмас. Кәрі құзғын тау қойнауларының мүлде иен қалғанын байқады да, жүрек жалғар бірдеңе кезгенме деген үмітпен етектегі елді мекендерге таман қарай ойысты. Мұнда да сол өзіне таныс ауылдар, солардың арасын қосқан тарам жолдар. Биіктен қарағанда қара лентадай боп көрінетін жіңішке жолдарда ерсілі-қарсылы жүтпеген атсыз көліктер. Өздері тіпті көп ақ, ағы, қарасы, қызылы, жасылы аралас жөңкіліп жүр. Бірақ керегі не? Бойларында қанып-шер қаны, шоқыбалар еті жоқ. Кенет құзғынның көзі шырадай жанып, жүрегі кеудесіне симай атқалақтап кетті. Мәссаған, мына малды қара, апырай, 4 түліктен әлде тұқым бар екен-ау, бірақ тымас, әр ауылдың іргесінде ірісі уағаралас шоқтана жайырып жүр. Мынадай шағын мал екі аяқтылардың өздерінен де артыла қоймас. Күзеті де қатты шығар. Кеш бата бітеу қораларға тас бекітіп қамап тастайтыны болар. Дала серісі қасқырда көрінбейді. Бөрі жортпаған өлкеде бөстікі қайдан болсын-ау. Үміті кесіліп, көңілі суыған құзғын ауыл маңынан алыстап кетті. Адамдар мекеніне тым жақындай берудің қауіпті жағы да жоқ емес. Не үшін екен, екі аяқтылар қарақұс атаулыны жек көреді. Ауыл аспанына жолап кетсең, қаруы барлар тарсылдатып мылтық атады. Мылтығы жоқтар елеген шелектерін даңғырлатып, аулаққа қуып тастағанша асығады. Соншама өшігетіндей бұлардың не бүлдіріп қойғаны түсініксіз. Қарақұстардың адам баласы түгілі тірі жан иесіне қиянат істеген жері жоқ қой. Күнкөріс тамақ ешкімге қажетсіз өліксе, жыртқыштар мен қырандардан қалған жемтік. Құзғын осынша жасқа келгенше тірі тышқанның мұрнын қанатты мекен. Сірі адамдар қарақұс атаулыны кез құйрықпен шатастыратын болса керек. Осында мұның тағы бір туысқаны кез құйрық деген сұңғанақ бар. Істейтіні ұрлық. Өреге жайған құртты ала қашады. Аулада жүрген тауықтың балапанын іліп кетеді. Сол сұмпай-ақ құс біткенді жексұрын етіп болды. Сондай адамдардың құстарды да өздері сияқты топқа жікке бөлетінін құзғынның іші сезеді. Олар бүркіт басатқан сұңқар, қаршыға, лашын, бидайық, ителгілерді қырандар деп әспеттесе, жаңағы тазқара, құмай, күшіген, кез құйрық секілді мұның туыстарын қарақұстар деп тым төмен санайды. Қырандар айрықша жаралған, дегдар, ақсүйек құстар. Ал қарақұс тексіз деген сөз болса керек. Бұларды адамдар осы тексіздік үшін ұнатпайды. Жолы ауыр, ниеттері харам деп ойлайды. Қарақұстардың реті келсе, адам өлігінде шоқы жіберетінін кешірмейді. Сірә қарақұстар адам баласына бір ауыз жылы сөз естімей-ақ өтетін шығар. Кәрі құзғын осыны ойлағанда дүниеден түңіліп кетеді. Өткен ол қарақұстар жайында басқаша ойлайтын адамдардың да бар екенін білмейтін. Биология ғылымынан хабары да жоқ еді. Биолог ғалымдар өз кітаптарында қарақұстар жер бетін өлекседен тазартатын санитарлар, олар тазалық сақшылар деп жазады ғой. Егер осы жолдарды оқыса, бәлкім мына құзғын өз өміріне басқаша қарар ма еді, қайтер еді.
Бұрын құзғында қорлану, кектену, жауласу, ашулану, шамданып шамырқану деген сезімдер болмайтынды. Мұның бәрі қырандарға тән мінез ғой. Қырандардың өмірі қысқа болатыны, қан майданда шайқасып өлетінді де сондықтан. Ал құзғын осы жасқа келгенше мен қарақұспын, қормын, өлексем мен жан баққан сорлымын деп бір сәтте ойланған емес еді. Жүйкесі сұмдық берік тұғын. Егер құзғында анау мынауға селт етпейтін тас жүйке болмаса, бүйтіп мың жасар ма еді? Алайда соңғы жылдары мұнда да бір өзгеріс бар. Лабнор оқиғасынан кейін бұл тым ойшыл болып кетті. Сол сапарда миына бір сақым келді-ау деймін. Кейде тіпті қанаты құс емес, екі аяқты адамша ойлайтын әдет тапты. Бұл қай жақсылық дейсің? Жан иесінің өмірін қысқартатын осы ой емес пе? Ой жегі құрт. Ой жүрген жерде пәле жүреді. Ол бір ауық шырқау биікке көтеріліп, көгілдір аспанды сүзумен болды. Онысы көк серісі бүркіт көрінеме деген ой еді. Бірақ бүгін бүркіт те басқа қырандар да көзге түсе қоймады. Олар қайда екен? Әлде төрт түлік малмен, аңмен бірге олар да бір жаққа ауып кетті ме? Олай болмас. Айтпақшы, қазір қырандардың балапан ұшыратын кез ғой. Ұрпақ қамымен ұя маңында жүрген болар. Тәйірі, қырандар қай уақытта қалай ұшты дерің бар ма? Олар қарағұс тәрізді күні бойы жем тігіздеп сандалып жүре ме? Жүрегі қарайып, шабыт қысса, мынау бөрі, мынау түлкі, мынау қоян демей, кез келгенін бас салады. Бүркіттің қанатының зуылын естігенде қорқақ қоянның жүрегі жарылып кетеді. Азулы алты қарыс арлан қасқырдың өзі бүркітті көргенде кірерге тесік таппай жанталасады. Неткен жүрек, неткен қайрат десейші. Бір аяғымен таңнан алып, екінші аяқпен бастан бүріп қысқанда, анау мынау аңның омыртқасын үзіп жібереді. Болат тұяқтар бас сүйектің өзіне сықырлап еніп кетеді ғой. Қыран жемін шашып жейді деген рас. Соншама ерен ерлік, мол қайратпен алған аңды түгесіп жітте жемейді-ау. Жылы жұмсағынан бірер қарбытып ауыз тиетте, қалғанын пақырларға тастап жүре береді. Құзғын бүгін өзінің асыраушысы бүркітті іздеп көп сандалды, бірақ кезіктіре алмады. Мұндайда бір тазадан жарқ етіп шыға келетін қаршыға мен ылашында көзге түсе қоймады. Кіші қырандар дария бойында, не көл жағасында үйрек алып жүрме, кім білсін. Нағыз қызық сонда ғой шіркін. Ер жүрек ерке ылашынның сонау аспанның төрінен зулап келіп, шүребейлер тобына қалай шүйілгенін сырттай тамашалаудың өзі неге тұрады? Кірпияз қыран балдырлы, батпақты жердегі үйрекке түсіп, зипа бойын кіргеткісі келмейтіні болар, қашанда құстарды ұшырып жіберіп, аспанда айқасқанды ұнатады. Әменде, әлі жеткен алып та, шалып та жығады ғой. Лашынға жемнен көрі ойын керек секілді. Үйректер тобының үйпа-түйпасын шығарып, нажағайдай жарқылдап, ойнақ салып бір кетеді дейсіз. Аспанда құс мамығы қарша бұрап, әпсетте бірнеше үйректің бойыны салбырап бұлап бара жатқанын көресіз. Тентек қыран сол үйректердің ұзаса біреуін ғана тоят алады. Ал қалғандары манадан бері соңынан қалмай еріп жүрген тобырдың сыбағасы. Тәңірім, қырандарға ұзақ ғұмыр бергей. Олардың тұқымы құрып кетсе, қара құстардың көрген күні не болады? Кәріліктен бе, әлде өзекке түскен аштықтан әлі құрды ма, сәске түс шамасында қанатының талғанын байқады. Бір тұғырға қонып, аз кем тыныс алмаса болмас. Сол оймен сәл төменде ұшып, тал терегі мол өзен аңғарын сүзіп келе жатқанды. Кенет тал басында секектеп жүрген ала қанат сауысқанды көзі шалып қалды. Я сәт,
Құдай бірдеңе берер. Сауысқан бұлардың жердегі барлаушысы ғой. Қызыл атаулыны алдымен сол көріп, басқаларға хабарлайды. Сауысқанның тамағы қашанда тоқ. Ол жауыр атқа жабысып та, ауыл үйдің күркесінен жағалап та күн көрісін айыра береді. Дәл қазірде таяу маңнан әлде бір жиынды көріп тұрғаны анық. Бәсе, небәрі таяқ тастам жерде, тоғай арасындағы шағын алаңқайда бір топ қарақұс әлде бір жемтіктің кеудесіне мініп, сен же, мен же боп жатыр екен. Осы маңайға қаңғылестеп келген әлде бір есекті қасқыр жарып кетіпті. Көкжалдың өзі әлденеден секем алған болар, шабын жарып, майлы сүбеден бірер қарпы басапты да тастап жүре беріпті. Қасқараның үшеу төртеуі, Ақбас Құмайдың екі үшеуі есекті жәукемдеуге кірісіпті. Құмайдың күші мойын мен тұмсықта ғой, қалың теріні шүбірекші жыртып боршалап жатыр. Кәрі Құмайдың бірі бас жаққа қонған екен, бас ұстаған ақсақалдарша есектің көзін ойып, аңқиып қалған аузынан тілін суырып жеп отыр. Үйелменде екі тазғара шұбатылған ішек қарынды сүйрелеп тартысып жүр. Орта толсын, мақтап жүреді екенбіз дегенде бөкіл болмысымен білдіріп, аяқ жақтан құзғында келіп орын тепті. Әзір асқа тік тасық, осы сияқты қыдырмашылардан ақ тұлмайтын болдық ау дегендей, тазқараның бірі ыс етіп айбар шекті. Бірақ қуып тастай алған жоқ. Олардың қас қабағына қарайын деп тұрған құзғында жоқ еді. Өзегі талып, зорға жеткен. Бұл да құмағайлана кірісіп кетті. Есек тіпті семіз екен. Ауылда жүрсе балашаға маза бермесін сезіп, тоғай ішін еркін жайлаған қу болса керек, шарбы майы ақтарылып, қазысы төңкеріліп жатыр. Құзғын қазғы артасына бірнеше рет қарбытып асап жібербеді, таяу тұрған тазқараның бірі, бірден жылы жұмсаққа жүгірмей, сенде ет боршалап, еңбек етсейші дегендей, мұны қанатымен кейін қақты. Бірақ мол дүние бәріне де жетіп жатыр еді. Біраздан соң ар жақтарына ел қонып, алыңыз, сіз алыңыз десуге келіп қалған. Жаңа ғана тоймайтындай көрінген ашкөз Құмайлар мен төбе жүні түскен тазқаралар. Я Құдай, бергеніңе шүкір. Әмісе осылай несібеңнен құр қалдыра көрме десіп, кейінірек шегінісіп кетті. Тек осы кезде ғана манадан тал басында күзетте тұрған Сауысқан: «Ей, сендерде ынсап бар ма? Әу баста осы жемтікті тауып, қабырлаған мен емес педім» дегенді шықылықтай айтып, сылаң етіп келді де шашылған ет қиқымдарын теріп жей бастады. Бұл кезде күнде кешкіріп қалғанды. Енді біраздан соң манағы көкжал бөлтіріктерін ертіп, сүйек мүжге келуі ықтимал. Ұрлық қылған жерді көп бөгелме деген қағиданы жақсы білетін қарақұстар жалп-жалп етіп, жан жаққа ұша жөнелді. Бұл күні құзғын тау бөктеріндегі орқаш тастардың біріне түнек шықты. Тоқшылық неге жаман болсын, кешегі тұмсық майланар жас еттен кейін бойына қуат бітіп, қунап қалыпты. Бәлендей жүрегі қарайып тұрмаса да, ежелгі дағды бойынша бүгінде аспанға ерте көтерілді. Жер шолы көрек. Бұл пәниде нендей өзгерістер бар, байқастау керек. Ол өріс жанарту мақсатында тау бөктерімен түстікке қарай біраз самғап алды да, қалықтай айналып, сол төңіректі барлай сүзді. Сол баяғы таныс тіршілік. Әркім әлі жеткенін бас салып, жеп жатқан дүние. Құзғынның да құлқынынан өтетін нәрселер толып жүр. Бірақ керегіне, тірі жәндікке тіс тигізуді тағдыр мұның маңдайына жазбаған. Бұған бұйырғаны дайын жемтік, дайын ас. Олар қазір сөрелері азық-түлікке толы дүкенге кіруге баталмай тұрған, қалтасында көк түйіні жоқ тіленші тәрізді. Құдай солай жаратқан соң амал не? Алдыңғы шепте қан майданда жүретін көзсіз батырларға Құдай қуат берсін. Мұның міндеті артқы шепте солардан қалғанды талғажау етіп, жер бетін артық ауыстан тазарту ғана.
Құзғын талайдан көзге түспей, көп аңсатқан бүркітпен бүгін олы сәске кезінде ұшырасып қалды. Өрдегі биік шыңдардың бірінен көтерілген көк серісі бөктерге қарай баяу қалықтап келеді екен. Бұдан әлде бір-екі айналым жоғары сонау ақша бұлттардың астында жүр. Қанат қағысы басқа құстардан мүлде бөлек. Жер бетіне ентелеп емінбей, тым тәкаппар, паң қимылдайды. Өзі жас қыран болса керек. Қалықтап келіп, бұрылған кездерінде қанат құйрығы астындағы ақ қауырсындар күнге шағылып, жарқ ете қалады. Паш шіркін! Нағыз тас түлектің өзі екен-ау деп сүйінді Құзғын. Бүркітке бір табан жақындай түскісі келіп, өрге қарай бірер айналым жасады. Бірақ қатарласып баруға жүрегі дауаламады. Әркім өз орнын білуі керек қой. Әшейін қанатты құс екенмін деп, қол жетпес биікке тырбанып керегіне. Бұл әдепті өз білмесе де, көп жасаған Құзғын білуге тиіс. Ол қыран назарына ілгер тұсқа таман шарықтап барды да, алдияр тақсыр, бар екенсіз ғой. Бағынышты құлыңыз, бізде саяңызда қалқақтап жүріп жатырмыз. Дегенде білдіре қалбан қағып, шыр қайнала төңкерілді. Бұл қуаныш белгісі құс патшасына берген сәлемет. Сонан соң, осындай сәті түсіп тұрғанда жақын жерден көріп алайыншы дегендей, қыранның әр қимылын қалт жібермей бағумен болды. Бұрын кім байқаған? Бүркіттің бітімі тіпті бөлек екен ғой. Қос қанатын жайған керегедей, қауырсын сықияқтары да сом жаратылған. Үшкілдене біткен қос шалғысы қыпшақы қылыштай. Бәрінен де көк мұхитын қақжарып отыратын болат топшыны айтпайсың ба? Аңға құйылып түскенде зуылдап жел соқтыратын тұп-тұтас сүмбіл дене. Кешкіл бас, орақ тұмсық. Балақ жүні үлпілдеген шомбал аяқтарını бауырына жиып алған екен. Көк құрыштай салады 8 найзап, ап-анық көрініп тұр. Қыранның қақарлы қаруы осы найзалар. Құзғын осынау ғұмырында қырандардың алуан түрін көрді ғой. Бірақ соларға бұлайша сұқтанбайтын, қызықпайтын, бәрі де солай болуға тиіс сияқты болып көрінетін. Бүркіт әрине қыран болған соң аңға түсуге міндетті. Бұл соның соңынан қалмай еріп, дайын жемтікте жеп кетуге тиіс. Бар болғаны осы ғана. Ана жылғы Лабнор сапарынан кейін Құзғынның құлқы өзгерді. Қырандарға қызға қарайтын болды. Өз тірлігін солармен салыстырып, қорланатынды шығарған. Табиғатта әлде бір әділетсіздік, теңсіздік барын сезінеді. Бұл неге өмір бойы өліксе жеп өтуі керек? Өзгелердің қаңсығын, қалдығын жеуге жаралып па? Егер бұған бұйырғаны осы ғана болса, соған бала осыншама ұзақ жасаудың керегі не? Мұныкі өмір емес, азап қой. Табиғаттың мазағы. Мұның 1000 жылдық өмірі қыранның бір күніне тати ма? Бір сәт осындай ойларға берілген Құзғын қара басып, бүркіттен көз жасып қала жаздапты. Жалқы қыран тау алқымына қарай қайта өрлеп кеткен екен. Өзінің ұшуы тым суыт қой, өткір жанары бірдеңені шалып қалды шамасы. Не көрді екен? Бұл маңа елсіз, ен жатқан. Беткедегі тоғай арасында жалғыз орманшының ғана үйі бар. Мана үстіне ұшып өткенде байқаған. Сол баяғы қаба сақалды алпамсадай көк көз адам әлі де ешқайда кетпеген көрінеді. Үй сыртындағы омыртқа маңында бал арасы дегенің құжынап тұр. Бірдеңеден қорғалғандай қос қанатын сабалай қағып, Құзғында жетті-ау. Қыранның әлде бір аңды көргені күмәнсіз. Биіктен торуылдауына қарағанда жерге ауырлап келіп, іліп әкететін кішігірім де жем емес, аспаннан ағып түсуді тілейтін ірі аңдардың бірі. Қасқыр болмағай. Көк серісі мен жер серісі шайқасса, нағыз майдан сонда болар еді. Бүркіт көп күттірген жоқ. Шарықтай айналып, шырқау биікке көтеріліп алды да, кенет қанатын қондап, мойны ұзара түсіп, төмен қарай шүйіле сорғалады.
көктен құлаған жайдың оғындай ағып келеді. Бұл кезде құзғын да сол тұсқа барып қалған. Қырған қанатының зуылымен мұны ұшырып әкете жаздады. Сол беті лақтырған тастай зымырап барды да орманшының үйіне тақау тоғай арасындағы бір алаңқайға жарқ етіп түсіп қалды. Қыранның соңынан қалбаңдай ұшып, құзғында жетіп еді. Межелі жерге жақындай бергенде сол маңнан құлақты жара шыңғырған бір дауыс естілді. Ешбір аңға ұқсамайтын жағымсыз жат дауыс. Бұл үстеріне төніп барғанда бірақ көрді. Бүркіт орманшының тоғай арасын түртпектеп жүрген шошқасына түсіп. Қысы жазы бордақта тұрған кеспектей ақ шошқаның өзі. Бұрын алып жүрген үйреншікті аңы болмаса да, жүрегі қарайған жас қыран шабыт кезінде өзін ірке алмасқа керек. Дағды бойынша оң аяқты бастан салыпты да, сол аяғын майлы бөксеге іліктіре алмай арпалысып жүр. Қыранның шеңгелді салуында қабы жоқ. Тек бөкседен бүрген болат тұяқтарды іркілдеген май қабаты ұстамай жырылып кете береді. Ақ шошқа құздай күшті немекен. Үстіндегі бүркітті бұйым ғұрлы көрмей, жан дауысы шыға шыңғырып алып қашып жүр. Жұп жұмыр кеспек дене бүркіттің бүрі бүктеуіне ыңғайсыз болса керек. Ақыры соны сезген ашулы қыран қас жауының бөкші жағын босатып қоя берді де, екінші аяқпен талпақ танауды қапсыра алқымынан алды. Сөйтті де май басқан ақымақ басты шамырқанған кекті ашумен сықырлата қысты. Бас сүйекті бойлай сіңіп кеткен болат тұяқтар ми қабатына бірақ жетсе керек. Жаңа ғана күш бермей мөңкіп жүрген шошқа кенет оқ тигендей серең ете қалды. Алғашқы айқас кезінде ақ осы маңға келіп, бір теректің бұтағына қонып үлгерген құзғын әлгі көріністерді айызы ғана тамашалап, қыранның қайратына сүйініп отыр еді. Аңды бейні өзі басып жатқандай құшырлана сілкініп қойды. Бұл кезде көзі шатынаған ашулы қыран басқан жемнен тоят алғанша асығып, шошқаның төсетін шоқып жұла бастаған. Қай тұсынан жұлып алса да тұмсығына аппақ май ілігеді. Ол май қабатын жоңғалдай шашып тастады да, арғы қызыл еттен ғана 2-3 рет қылғыта асап жіберді. Бұл дуанда сауысқанның да жүрмейтін жері жоқ. Солардың бір-екеуі талбасына қонды да төңірекке жар салып шықылықтай бастады. Қазір сөз жоқ, таз қаралар мен құмайлар қаптайды. Құзғын ішінен мешкей немелер әжептәуір дүниені тағы да талапайға салатын болдау деген өзінше соны уайымдап отырған. Алайда бұйырмаған дәмге дауа бар ма? Осы сәтте бұл күтпеген оқиға болды. Басында тапырақта жүгірген аяқ дыбысы естілді де, кенет шоқ талдың тасасынан қаба сақалды бір дәу адам шыға келді. Қолында мылтығы бар екен. Серейіп өліп жатқан шошқаны оның үстінде қанатын жайып жіберіп, ту сыртын бері тоят алып отырған бүркітті көрді де, еш ойланбастан мылтығын көздей бастады. Құзғын бір қатердің төнгенін сезіп, жан ұшыра ысылдап белгі берген. Бірақ кеш қалыпты. Сол сәт гүрс еткен мылтық дауысы шықты да, бейғам отырған қыран қанат серпуге де шамасы келмей жалп етіп құлап түсті. Құзғын жан дірмен ұша жөнеліп, көкке көтеріліп, едәуір ұзап барған соң ғана есін жинады. Санасында құс патшасы өлді, аспан әлемі қырансыз қалды деген бір сәуле жарқ етіп қайта сөнді. Сол беті бағыт-бағдарсыз сандалып ұша беріпті. Тек әлден уақытта өлген қыран есіне түсіп, жаңағы жерге қайта оралды. Тым төмендемей биіктен барлап жүр. Көзіне түскені орманшының үйі мен манағы тоғайдың арасында жанама жол бар екен. Төрт бұрышты сандықтай ғана бір қызыл машина сол жолмен баяу жылжып келді де, теңкиіп жатқан шошқаның қасына тоқтады. Ішінен бір аужаулықты әйел мен манағы қаба сақалды еркек шықты. Еркек қолын шошыңдатып, әйеліне бірдеңелерді самбырлап айтып жатыр. Соны соң көліктерінің бөксе жағын
аңырайта ашып қойды да өлген шошқаны екеулеп көтеріп соған салып алды. Қыранның сұлбасы көрінбейді. Сірә бір қалтарысқа лақтырып жіберсе керек. Тұла бойын өмірі бастан кешпеген бір бейтаныс сезім бидеп алған құзғын аспан төрін біраз кезіп жүрді де, бас жақтағы ессіз екі тастардың біріне қонып қанат суытты. Оған өлім жаңалық емес, өліксе де таңсық емес. Бірақ қыранның өлімі оның жанына қатты батты. Дүниеде өлімге қимайтын асыл тектілер болады ғой. Бүркіт те соның бірі еді. Әлсіздердің асыраушы қамқор еді ау. Көз алдынан манағы қаба сақалды дәу кетпейді. Сол адамның қыранға неге оқ атқанын түсіне алмады. Шошқаға болысқаны ма? Қыранның қасында шошқа деген не ол? Адамдар қыран құстарды ардақтап, қолдарына түссе мәпелеп бақпайтын бет. Басына шытыралы томаға кигізіп, балағына сәнді бау тағып, аңға алып шығатын еді ғой. Ондай аяқ баулы бүркіттердің түлкі мен қоянды қынадай қырып, адамдарға олжа салғанын бұл талай рет көрген. Ал сонда мына қаба сақалдыға не көрінді? Әлде ол қыранның қасиетті құс екенін білмей ме? Жан баласына жан ашымайтын, шектен шыққан жауыз ба? Әй, солай шығар. Қырандардың ғұмыры қысқа болатынын, ерлердің қашанда қан майданда шайқасып өлетінін бұл білуші еді. Ал адам қолынан мерт болғанын көріп тұрғаны осы. Ол кешке таман орманшының үйіне дейін ұшып барып, сол маңды тағы бір рет шолып қайтты. Ауланың іші көк түтін. Қаба сақал мен әйелі отты лаулата жағып қойып, манағы шошқаны үйітіп жатыр. Сірә отқа қақтап жейтін шығар деп ойлаған. Ал шын мәнінде орманшы арам өлген шошқасын ертең базарға апарып сатудың қамында жүреді. Сол күні құзғын тым алысқа ұзап кетпей, тау бөктеріндегі қожыр тастардың біріне қонақтап шықты. Түні бойы көзілмей, аза тұтумен болды. Аштықтан өзегі талып, қалтырағанында елең қылмады. Бұл үшін енді тіршіліктің еш мәні қалмаған секілді. Өзінің осынау өмірде неге соншама ұзақ жүргеніне қайран қалды. Дүниеден қырандар кетіп жатқанда, мұның сүйретіліп тірі жүруі ақылға сыймайтындай көрінген. Дүниенің қожасы адам өмірде өлшеулі. Адамдар құзғынды тым ұзақ жасаған үшін жек көруі мүмкін ғой. Жетер. Бұл иттірліктің бұған ешқандай өкпесі жоқ. Енді өле беруге де болады. Ол бүгін аспанға күндегісінен де ертерек көтерілді. Шығыс жақ қызыл арайланып, жер бедері енді ғана көріне бастаған. Басқа жаққа бұрылмай, тура орманшының үйіне қарай тартты. Әлде бір ширықтың ашумен екпіндей ұшып келді де, сол маңда баяу қалықтап жүріп алды. Ендігі жауы қаба сақал. Соның басына қона кетіп, көзін шоқып, алмайынша кей қайтар емес. Соның оңтайлы сәтін күтіп жүр. Аулада тұрған қызыл машинаның маңы абыр-сабыр. Қаба сақал мен әйелі кесек-кесек майлы еттерді машинаның артқы қуысына қаттап салып жатыр. Бір жаққа жол жүретін болса керек. Өз ойын іске асыруға асыққан құзғын құлдырай ұшып, ауланың үстіне төніп ақ келіп еді, үлгіре алмады. Қаба сақал соның арасынша ылп етіп үйге кіріп кетті. Едәуір ұзап барып, қайта оралған. Бірақ бұл жолда сәті түспеді, кеш қалыпты. Бұл кезде қаба сақал әйелімен екеуі машинаның алдыңғы жағына қатар жайғасып алған. Көп ұзамай орнынан қозғалып та кетті. Қызыл машина қақпадан шықты да, ағаш арасындағы суыртпақ жолмен құлдыраңдай жөнелді. Содан біраз жерге дейін шаңдатып барып та, кілт солға бұрылып, темір көліктер ағылып жатқан күре жолға түсті. Құзғын да одан көз жазбай, дәл үстерінде қалықтап келеді. Алда не істейтіні өзіне де анық емес. Бар білетіні, ана қаба сақалдан қалайда кек қайтару керек.
ол аман кетуге тиіс емес. Құзғын сонау темір сандықтың ішінде кетіп бара жатқан жауына еш айла жасай алмайтынын ойлағанда күйініштен жарыла жаздады. Өмірінде бірінші рет өзінің дәрменсіздігінен алып еді. Кенет әлде бір ой жарқ етті. Соған керемет қуанып кетті өзі. Енді анау қаба сақал мінген көліктің көзін шоқығаннан басқа амалы жоқ. Соның көзін ағызып жіберсе, иесі де ұзап кете алмайды. Сол оймен қызыл машинадан едәуір осып кетті де, шұғыл айналып, жалт бұрылды. Қараса, машинаның алдыңғы әйнегі жаңа шыққан күн нұрына шағылып, жарқырап келеді екен. Ең оңтайлы сәт осы еді. Құзғын қанатын қомдап, бар екпінімен қарама-қарсы зымыраған күйі сол әйнекте келіп ұрылды. Қарс еткен дыбыс шықты да, ар жағы меңіреу жоқтыққа айналды. Машинаның алдын жауып кеткен қан мен қауырсыннан басқа қаба сақалда ештеңе аңғарылмай қалды. Арада бір апта өткенде газеттер мен теледидар табиғат ғажайыптары деген айдармен мынандай хабар таратты. Онда Алматы Талдықорған тас жолының бойында әлде бір бүркіттің Жигули автомашинасына шабуыл жасағанын айтылған. Нәтижеде базарға ет әкеле жатқан орманшы Афанасий Никитин дегеннің машинасы аударылып, өзі тіл тартпай өліп кетіпті. Қасындағы әйелі ауыр жаралы көрінеді. Әрине, бұл оқиғаның болғанында ешқандай күмән жоқ. Тек бір ғана жаңсақтық бар. Орманшыға шабуыл жасаған бүркіт емес, құзғын ғой. Сөйтіп, қашанда даңқ пен дақпыртқа табынған адамдардың кінәсінен ол байғұстың 1000 жылда бір істеген ерлігі де өзіне бұйырмай, басқаға телініп кетті. Все.